Армысыздар, ағайындар. Қош келдіңіздер. Менің атым Динара. Сіздер менің Stay in Touch каналындасыздар. Бүгін мен екі апамның үйіне қонақ келіп отырмын. Наурыз мейрамына таман әпкелерім менің қонаққа шақырған. Майра тәте бұрыннан бері мен араласып келе жатқан апам. Осы жердегі әпкем немесе де болады. Албан. Сондықтан бұл кісіні көбірек білеміз. Бұл кісісіз ешқандай мейрам, ешқандай наурыз өтпейді бұл жерде. Қазақтың мәдениетін, жалпы салтын осы Орландо қаласында дәріптеп жүрген адамдардың бірі. Сондықтан бүгін сол кісінің үйіндеміз. Рахмет қонаққа шақырғандарыңыз үшін. Жалпы өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, қай өңірдесіздер? Біріншіден мен сізге айтатын, Динара ханым, енді міне араласқанымызға 12 жыл уақыт өтті. Міне 14 жылдан бастап мен сені білемін. Өйткені біз екеуміз аяқ астынан Facebook арқылы танысқанбыз. Менің атым Мейрамхан Әбенжан қызы. Осы Америка құрама штатына келген себебім менің жұбайым ақш азаматы, екі ұлым бар, екі ұлым да ақш азаматы. Бірақ өзім қазақ болып туылғаннан кейін осы 12 жылдың ішінде осы Орландо қаласында артынан еріп келе жатқан әдемі осындай жастарымыздың мамалары келіп жатады. Солардың батасын алып, дастарханыма отырғызып, бір шәугім шайымды беріп, ақылымды айттым деген өзімнің тілімді ұмытпас үшін. Сондықтан да Динара ханым бүгін осындай бір керемет жеті шелпек, бауырсақ, қазақтың әдемі Құдай берген міне Қазақстаннан келіп отырған менің әпкем, міне наурыз айына қарсы келіп отыр. Біріншіден, екіншіден міне Құдайдың жылына бір рет келетін оразаны ұстайын деп отырмыз. 2 күннің 3 күннің ішінде келіп қалды. Сондықтан айналайын, не рахмет. Сіз болып, біз болып, осы келіп жатқан жастарда осындай бір шалғын шайымызды бөліп ішіп, салтымызды, дәстүрімізді сақтауға, ұлдарымды да осы біздің ұлттық, қазақтың ұлты әдемі киімі, салты, ұлты деген сияқты жаңа кішкентай нәрестелер дүниеге келіп жатса, барып сол бесік тойды жасау, жаңа қырқынан шығару, тай жасау, жаңағы мысалы қазіргі жастар көп біле бермейді, бәрі ütюбта жасалады, ütюбтан жасалады деп көріп жатады. Оған да рахмет, бірақ та менің өзімді әрқашанда Орландо қаласында, Флорида штатында өзімді ерекше бір қазақтың қызы, қазақ ұлты деген мақтаны айта аламын. Әрқашанда өзің білесің, енді наурыз болса да болмаса да бұл жай бір қазақтың жай ғана ұлты ғана емес, мен өзімді әр американдықтар, басқа ұлттардың арасында барғанда әрқашанда өзім қазақ киімімді киіп барам. Сондықтан да әр жылда мен өзімнің қазақтың әр ұлттың киімінің өзінің бір мағынасы болады. Сондықтан да міне менің әпкем кимешек, міне үлкен жасқа келді, сондықтан өзім кимешектің қандай екенін жастарға көрсетіп, осы киімдермен киіп, өстіп келіп, біздің өзіміздің қазағымыздың осындай бір ұлттық әдемі киімдерін көрсете алудың өзі бір мәртебе деп санаймын. Сондықтан сөз кезегі сізде. Керемет, әдемі болсыздар. Қош келдіңіз Америкаға. Білем, сіздің өзіңіз бір ұжымдасыз, бәрін сол жайлы толығырақ айтып кетсеңіз, не үшін кимешек, неге оны дәріптеу осы Америкада ғана емес, жалпы басқа елдерде дәріптеп жүрсіз, қандай мақсатта, сол жағын айтып кетсеңіз. Рахмет, Динара ханым. Қош келдіңіз, яғни менің сіңілім Мейрамханның дастарханына. Сенің мына кісілігіңе риза болып отырмын, жан. Өйткені сен де бір кездегі қазақ елінде туып өскен азамат екендігіңді көрсетіп, басқа елде жүрсең де өзіңнің салт дәстүріңді ұмытпай, әдет ғұрпыңды ұмытпай, имандылығыңмен үлкен кісіге сәлем берейін, наурыз мейрамның алдында деп біздің шаңырағымызға келген екенсің, жаным, қуаныштымын, бақытты бол, балаларыңның қызығын көр, айналайынды. Америка еліне екінші рет келуің, әр келген сайын өзің айтқандай, соны өзіңді байқаған екенсің. Әр келген сайын құралақан келмеймін, келген сайын осы жақта жүрген біздің қазағымыздың, осы қазақ елінің азаматтарына бір жақсы бір нәрсені көрсетіп кетсем, үйретіп кетсем, соның не екенін мағынасын түсіндіріп кетсем, сұраған елге деген сияқты деген мақсатпен келем. Бұл жолы мен әдейі арнайы мына басыма киіп отырған
бір кезде мықты бай азаматтардың жолдастары әйелдер киген кимешек өзі мынау тұла бойынан тұрған тұрысынан да көрініп тұр. Кезінде біздің ата бабамыз, біздің халқымыз өте жақсы тұрған, жағдай жақсы болған, маңыраған мал болды алдындағы, үйірлі шүбірлі бала шағасы болды. Тіпті кейбір аталарымыз бәйбіше, тоқал емет еткен кездер болды. Сондай бір жағдайымыз жақсы кездегі біздің анау заманнан осы жалпы кимешекті 30-шы жылдарға дейін киген екен біздің аналарымыз, үзбей 30-шы жылдарға дейін. Сол 30-шы жылдардан кейін былай қарай кішкене енді өздеріңіз білесіздер, басқа елде еліктеуден біздің жастарымыз сәл арылып бара жатыр. Сол себепті де біз мына бұрынғының тәрбиесін көрген аналар, мысалы менің жасым 66-да, менің енді өзімнің дүниеге әкелген бір ұл, бір қызым бар. Олардан 6 немере бар, 5 қыз бала, бір ұл бала деген сияқты. Жаңағы жолдасым 71-ге толды. Енді мен қазақ елінде жүріп атқаннан кейін мен әр уақытта, әр мерекеге байланысты салт дәстүрді жанымдай сақтап, қадірлеп жүремін. Сондықтан енді осы жолы келе жатқанда мен наурызға байланысты келе жатқаннан кейін сөмкеме 3 түрлі бас киімімді сала келдім. Кимешек ол жаңағы күнделікті киіп жүруге және де көпшіліктің ортасына киіп баратын салтанатты, әдемі әшекейленген бас киім. Кимешек. Бұл да кимешек деп Бұл да кимешек, бірақ мына менің басымдағыға қарағанда мынау қысқалау. Статусына байланысты. Иә, мынау қысқалау ыңғайлы, қимылдағанға, үйдің шаруасын жасағанға, бір мезгіл жаңағы келін кепшікке, қыз балаларға көмектескенге ыңғайлы. Енді мынаның алдында мынандай әдемі әсемдігі бар, бұл да кішкене болса да кедергі жасауы мүмкін. Сол үшін бұны бір жақсы қонаққа барған кезде киіп барады. Шағын бір отырыстарға киіп барып алады. Ал мынау әдемі салтанатты мерекелерге киілетін құрметті бас киімнің бірі болып саналады. Шешіліп. Сонда сіз айтасыз кимешек дейсіз, иә? Бірақ та кимешек емес, бөрік емес па бұл? Бөрік емес. Бұл кимешекті жалпы балам. Бөрік деген мына жерде мех болу керек. Динара қыз кимешекті жалпы киетін жас ерекшелікке байланысты киеді. Бұл кимешек деген ол жаңағы өте салиқалы, ибалы, біраз жасқа келген, айналасына тәлім тәрбиесі сіңген мықты аналар киеді ол кимешекті. Ал енді сендер сияқты жас қыздар, жаңағы міне мысалы менің сіңілім, ол маған қарағанда жас қой. Сол үшін бұл кісі мынандай қасаба киеді басында. Бас киімді көрдіңіз бе? Бұны қасаба дейді. Әр жасқа, әр жас ерекшелікке байланысты бас киімдерінің реті бар. Өте тамаша. Бұны сіз тіктіңіз ба? Жоқ, бұны заказ бердік. Біздің Алматы қаласында арнайы тіктіретін орын бар. Ал бұны біздің Майрадан жас, сен сияқты жас келіншектер, жас қыздар киіп жүретін дүние. Ал қыз бала киген кезде мынаның төбесінде өкісі болады. Қыз бала әлі тұрмысқа шықпаған қыз балалардың мынаның төбесінде арнайы өкілері болады. Сол үшін олар бастарынан тақия киіп жүреді. Келіншектер киеді. Бұны келіншек киюге болады. Ал қыз бала кисе, мына жоғарысында өкісі болады. Сонда ол баланың оның жаңағы қыз бала екенін, әлі жасы кіші екенін, тұрмыс құрмаған екендігі белгіленіп тұрады. Көрдің бе біздің ата бабамыз қандай мықты сигнал беріп тұрады дейінші. Еш нәрсені де қалай болса солай қарай салуға болмайтындығын реттеп, әдемілеп келтіріп отырған. Ал мынау тұрған сәукелені өзіңіз білесіз, жаңағы ұзатылатын қызға кигізеді. Не себепті? Қызыл свет, жаңағы қыз бала барған жерінде қызғалдақтай жарқырап жайнап жүрсін, еліне жұртына жақсы атақ келтіріп жүрсін деген әдемі қызыл түспенен киіндіріп қыз балаға ұзатады. Қыз баланы ұзату тойында өздеріңіз байқап жүрсіздер, кигізеді, ал кетіп баратқан кезде киімін ауыстырады. Байқадыңыздар ма? Соған көңіл бөлдіңіздер ме? Қыз баланың киімін ауыстырып, басқа сәукеле, ақ сәукеле кигізіп жібереді. Ана елге барған кезде, ана басқа елге келін болып кетіп баратқан кезде. Енді ол жаңағы сенің мына өзіңнің еліңде жүргендегі еркіндігің,
еркелігің, қыз бала кезіңдегі тірлігіңнің бәрі артыңда өзіңнің сіңілілеріңе жұғысты болып қалсын дейді да, мына қызыл сәукелені артынан өсіп келе жатқан сіңілісіне, болмаса бір ағайынның өзін жақсы көретін бой жетіп қалған қыз баласына сыйға тартып кетеді. Менің жолымды саған берсін деген сияқты. Көрдіңіз ба? Ол жайдан жай алып қалмайды оны. Оны артында өсіп келе жатқан қыз бозбалаға сыйға тартады. Ал ол баланы келесі ауылға, жаңағы жігіттің ауылына алып келгеннен кейін өзіңіз байқап жүрген шығарсыздар, той томалақта, видеоларда байқайсыз ба, машинадан түсіріп алған кезде қыз баланың жаңағы сәукелесін шешеді де басына ақ орамал салады. Яғни бүгінгі күннен бастап сен осы әулеттің келіншегісің деген сөз. Міне ол баяғы қыз бала өмірінен аттанып, келіншек болашақ ана болуға дайындық бастады деген сөз. Бас киімді жалпы біз киелі деп есептейміз. Ер азаматтың да бас киімін, әйел адамның да бас киімін ешқашан да төмен қоймайды. Әр уақытта жоғары қастерлеп, әкеңнің бас киімі көтер деп жататын әдемі сөздер бар ғой. Кез келген азамат, біздің қазақ елінің азаматтары әкесін жоғары тұтып, сыйлап жатқан кезде сондай айтады. Бас киім туралы бір сұрақ сізге. Мысалы, есімде үлкен әжеміз әкеміздің кезінде бізге айтады. Акаса әйелі күйеуінің бас киімін киюге болмайды екен. Әйелі күйеуінің бас киімін киюге болмайды екен, иә. Сөзден ер адам, сонымен мысалы, ана ер адамның бас киімі әрқашан жоғары тұрады екен. Сол акаса негізінде ол болмайды екен. Біз мысалы біз жерде жастықтың білмейміз ғой, ала саламызда, кие саламызда жүгіріп жүре береміз. Ол оның өзі бір мағынасын білдіреді екен. Неге келмейді? Соның мағынасын менің түсінігімше, менің бала кезімнен кішкене болса да құлағыма тиген нәрсе, ер адамның бас киімін кисе, анау отағасы қайтыс болып кетеді екен. Жаман ырым екен. Сол үшін ешқашанда ер адамның бас киіміне нұқсан келтірмейді. Көтеріп, оны жоғары қастерлеп, тіпті сол бас киімнің өзінен ақ бастап ер азаматтың жоғары екенін, бізден бір саты жоғары тұратындығын баланың кішкентайынан санасына құйып өсіргенбіз ғой. Өсірді ғой атамыз. Жалпы сол сөзбен келісесіз бе? Жоғары тұру керек деген. Жоғары Қазіргі заманда бәрі тепе-теңдік болған заманда сол дәстүрді қалдыру деген сол дұрыс деп ойлайсыз ба? Дұрыс деп ойлаймын. Себебі біздің қанымыз қазақ. Біз жалпы жаратылыста Алла тағала бізді өте керемет иманды, төзімді, адамгершілігі мол, бауырмал, жанашыр, ізетті, инабатты дүниеге келтірген. Біз сол бойымыздағы әдемі қасиетке сай өмір сүруіміз керек деп ойлаймын. Енді дұрыс қой, өсіп өну керек, жаңа заман, жаңа технология, айналасына қарап өзгеру керек шығар. Бәрібір өзіміздің қазағымыздың салт дәстүрімен әдет ғұрпынан аулақтауға болмайды. Иә, рахмет. Жалпы Америкаға келген кезде сіз маған көптеген суреттерін көрсеттіңіз. Америка шулатып жүріпсіз, аэропортта кимешек киіп алып, әдемі қазақтың киімін киіп алып, елдерге шарп етіп көрсетіп, бәрі таң қалған екен. Жалпы өзіңіздің әсеріңіз содан алған? Өте керемет мақтанды. Мысалы біздің Димашжан ұялған жоқсыз ба? Ойбай қарап жатыр. Жоқ, қаяқтағы ұялу, одан арман таным дел деп қанатым кеңге жайылып бетіп өттім ғой, жан-жағыма қарап. Сол кәдімгідей қандай ұлт болмасын, менің айналамнан ары бері өтіп жатқан анау самолетқа асығып жүгіріп бара жатқан, кетіп бара жатқан кісілердің өзі жалт бұрылып бүйтіп қояды. Вау, прекрасно, сол орысша сөйлей алатын, какая красота деп. Жаңағы в шоке бәрі. Сондай әдемі эмоциямен біреулер үлгеріп келіп суретке түсіп жатыр. Біреулер бүйтіп алыстан болса да суретке түсіріп алып кетіп жатыр. Ал енді бір жерлерде можно фотографироваться, тұра қалып суретке үлгеріп түсіп жатыр. Мен мақтаныш, жүрегімде сондай бір мақтаныш ұялады ғой. Менің қазағымның әдемілігі, менің қазақ елімнің киімінің кереметтігі, елдің бәрін соған қаратқаны мақтаныш меніменен. Иә. Жалпы осы Орландо қаласындағы Мейрамхан тәте туралы айтып кетсем, иә. Ол кісі де көп сондай заттарды паш етеді, алдындағыда айтылғандай. Наурыз айы болмасын, қандай мереке болмасын, тәтем осы бүкіл заттарын алып келіп, міне Қазақстан осындай ойларын көрсетіп, салт дәстүрін дұрыс көрсетіп, киімін киіп алып, бәрін таңғалдырады. Жалпы өздеріңіз бір-бірлеріңізді қалай қолдайсыздар осы жолда?
Рахмет, жақсы сұрақ екен. Ол деген енді жаңа бағанада айттым ғой, қаннан сіңген бір жақсы қасиет, қазақ еліне, өзіңнің еліңе, жеріңе деген сүйіспеншілік. Соны сен ары қарай жалғап отырудың жалғасы деп ойлаймын. Біздің енді ата бабамыз, менің шешем, мен әжем осы киімдерді киіп, осы бір әдемілікті бойына сіңіріп өсті, бізге көрсетті. Сол біздің мына жүрегіміздің түбінде қалды. Біз соны жаңғырықтырып, бір кездегі ата-анамыздың әдемі құрметтейтін киімдерін бір күндердің күнінде мен Алматы қаласында қызмет істеп жүрдім, кәдімгі үлкен қызмет атқардым. Осы 5 жыл болды ғой құрметті демалысқа шыққаныма. Сонда мен сол жүрегімде сақталып қалған ата-анамнан қалған әдемі тәрбие, өзімнің еліме, жеріме, мына менің қазақ елінің киіміне деген құрметімді мен қызмет істеп жүргенде де жалғастырдым. Күндердің бір күнде мен кәдімгі жоғарғы жаққа жиналысқа барам, сонда менің жаңағы киген как положено костюмім, костюмімді мына жағасында, болмаса қалтасында бір жерінде біздің қазақтың ұлттық оюы жарқырап тұрады. Соны байқамайтын адам жоқ. Сонда қараңыз, қалың адам жиналысқа деп жүгіріп кіріп бара жатқан кезде, ана бүкіл елдің ортасынан мені ерекше танитын еді. Жерлерде мені жанымды батырды. Апай, Наурызға киінгендей киініп алыпсыз ғой деген сұрақ болған кезде, мен бірден тоқтап айтамын: жаным, біздің ата-анамыз, біздің ата-бабамыз, біздің әжелеріміз, әкелеріміз ешқашанда тек қана Наурызда ғана әдемі киінген жоқ, күнделікті өмірде әдемі киініп жүретін деп айтып үлгеретінмін да. Сонда өзіңіз ойлаңыз, өзімнің елімде жүрсем де, осы біздің киімнің қасиетінің күшті екендігін дәлелдеп айтып жүре беремін. Біз осы жаққа келген кезде 2013 жылы бұндай тенденция, так сказать, болған жоқ. Қазақ киімі болса, ол тек Наурызда ғана, қазақтың дәстүрлері болса, тек Наурызда ғана. Қазір қазақтың оюлары, киімдері, жалпы бренд сияқты қалыптасып жатыр. Керемет дүние. Соны сіз енді мысалы қазір киім-кешек киіп отырсыз. Соның артында тағы да жұмыстар бар ғой, сіз істеп жатқан. Сол жайлы жалпы айтсаңыз. Қандай? Біздің енді біздің қазақ елінде біздің дәстүрімізді, ұлттық құндылығымызды елбасы Қасым-Жомарт Тоқаев бастап өте қатты қолға алып жатыр. Біз өткенімізді ұмытпауымыз керек. Біздің ата-бабамыз еніп кеткен, бір кездегі бастап кеткен бастама жолды сөндіріп алмауымыз керек, жаңғыртуымыз керек. Жаңа Қазақстанда жаңа өмірді балаларға көрсетуіміз керек деп, әдемі жолды бізге сілтеп көрсетіп отыр елбасы бастап. Соны біз, жалғыз мен емес қой, мен бастаған, мысалы, біздің ақын, актриса Айнұр Жүгінісова деген әдемі қазақтың бір жап-жас қызы бар, Айнұр ханым. Сол кісі бастаған қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігі бар. Сол кісі құрып бастаған. Ол да сол анасынан, әжесінен алған, анасының, әжесінің аманатын жаңа жолға салған азаматша. Ол Алматы және Алматы облысының төрайым біздің Дәулет Ләйлә деген ханымыз бар. Сол кісі бастап біздің Алматы қаласында 8 ауданда, Алматы облысында 5-6 ауданда, бір 16-17 ауданда үлкен қоғамдық жұмыс жүргізіліп жатыр қазір бүгінгі таңда. Біздің сол жұмыстарымызды бүкіл аудан басшылығы, бүкіл қазақ елі қолдап, әр уақытта өздерінің үлкен жақсы мерекелеріне арнайы шақырып біздерді қатыстырып отырады. Біздер жастармен, кейінгі ұрпақпен, балабақшалармен, мектептермен, жоғарғы оқу орындарымен, қоғамдық жұмыс орындарымен арнайы кездесулерге барып, дөңгелек столдар, семинарлар, біздің ол кісілерді ойландыратын қандай да бір тақырыптың жолында біз сол салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды көрсетіп, кәдімгі мұғалімдер сияқты тәрбие жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған таңсулық белгісімен жағалай малдастырған ей менің асқар тауым қазақы дастарханым өзіңсің бақ берекен аққайнар бастауларым өзіңсің бақ берекен аққайнар
сонда былай келтірген ғой. Ол да мысалы ол кезде біздің кимешектің қадірін білетін кездегі ақын жазушымыз ғой соның қадірін қатай. Бірақ соның бір артында қандай да бір жатқан сезгендей болып кимешек көрсе анамды көргенде қуанамын дейді. Ал егер кимешек көрінбесе, оның жаңағы тұқымы бірден жойылып кететін сияқты деген мағынада ой шығарғандар өлеңді. Мен сөйтіп түсініп оқыдым да, сосын кейін әлгі өлеңді оқыған сайын ойлаймын, жоқ, мына Мұқағали ақынымыз жырлап кеткендей, біз кимешектің киіп балаларға, кейінгі ұрпаққа, кейінгі жастарға жеткізуіміз керек деген мақсат. Жаңа Айнұр Жүнісованың да негізгі мақсаты сол ғой. Иә, бірақ қалай жеткіземіз оны? Мысалы, осы шетелде жүрген адамдарға қалай оны біз жеткізе аламыз? Жалпы қалай сақтап қаламыз сол салт дәстүрді, мәдениетті, ойлар ғана арқылы ғана біз оны дамыта алмаймыз ғой. Көбірек тереңірек жүргізу керек, таныстыру керек. Менің байқауымша, жалпы Флорида штаты Орландо елінде, осыны екінші рет келіп жатсам да, байқап жатқаным, осында жүрген барлық азаматтар, мына Мұхтар, Мәдина бастаған, сосын мына біздің сіңілім Мейрамхан, мысалы сенің өзіңнің міне осы келіп, сол сұрақтың айналасындағы мазасызданып, сол сұраққа жауап іздеуінің өзі де осы жерде жүрген азаматтардың елін, жерін ұмытпай, салт дәстүрін сақтап жүретіндігінің белгісі. Сен міне қаншама мен күтпеген сұрақтардың жауабын іздеп отырсың. Оның өзі сенің деген еліңе, жеріңе деген, сенің қазақ еліне деген сіңіріп жатқан еңбегіңмен немене? Сендер енді бұны да ары қарай жалғастырып, әрбір кездесу сәттеріңізде, отырыстарыңызда, әшейін баланың туған күніне келген кезде тек қана жаңағы ағылшын тілінде, болмаса орыс тілінде, басқа тілде сөйлемей, тек өзіңнің ана тіліңде сөйлеуге тырысып, ана айналаңдағы басқа ұлттарға мынау деген сондай нәрсенің мағынасы деп бір ретте болса да айтып кетсеңдер, ол сендердің еңбектеріңіз сіңіп, болашақта ана кісілерге соның түсінігін бергендеріңіздің өзінде басқа азаматқа, басқа елде. Ол еңбек емес немене. Оның ертең нәтижесінде көресіңдер. Менің ойымша барлығы қабілеті бар. Әр кішкентай баланың, әр адамның қазақ тілін үйренуге қабілеті бар. Бірақ қызығушылығы жоқ кейбіреуінде. Қызығушылығын қалай арттырамыз деймін, қалай баулимыз оқуға қазақ тілін. Енді сендер басқа шетел азаматтарын баулай алмайтын шығарсыңдар, оған енді баулы деп айта алмаймыз. Бірақ өз балаларыңыз, өздеріңнің балаларына үйде жүрген кезде жақсы осы жердің тілін үйренсін, осы жердің салт дәстүр мәдениетін білсін, бірақ өз мәдениетін де ұмытпай, өзінің де салт дәстүрін біліп жүруге сендер қамқорлық жасап жатсыңдар ғой. Бірақ енді арасында шамалы қазақша да сөйлеп, өздеріңіз қазақпен қазақша сөйлессе, әрине ол бұлар түсінетін болады. Сіздерге тағы да бір сұрағым бар еді. Осы сіздерде үлкен миссия дейді ғой енді. Өздеріңізде алдарыңызда қойған миссия бар, қазақтың ұлттық болмысын, жалпы киімдерін, салтын, дәстүрін шетелге насихаттап, дәріптеп жүрсіздер. Сіздерге үлкен рахмет сол үшін. Бірақ та сол жерде қандай қиындықтармен кездесесіздер кейде? Мен мысалы өз басым айтатыным, мен 2014 жылы келген кезде Орландода мен қазақтарды іздедім. Сол кезде мысалы наурыз, праздниктер өткізді, осындай қазақтың ұлттық өткізу дегенді ешкім өткізбейді екен, болмаған екен. Содан мен бір идея келді. Ол кезде енді күйеуім қайтыс болып кетті, қиыншылық көрген кезде. Соны енді тіге бастадым қазақтың өнерлерін. Өзім үлкен әжемнен қалған, әжем менің өте шеберлі болған. Сол шеберлі болғанда бүткіл ауылдың, әзір біздше шеберханасы сияқты бүткіл әжелердің жағын тігіп, кимешесін тігіп, сөйтіп үйретіп жастайымыздан соны көріп өстік қой. Сосын біз енді өзіміз Қазақстанда жүргенде наурыз дегенді бір жылына бір келетін салт дәстүрімізден атап өтеміз ғой. Менде бір сол идея болды да, сол кезде мен ойладым, жоқ, мен елдерді жинайын деп, осы мысалы әзір Орландоға осы уақытқа шейін болып жатқан наурыздың несін тағасын мен қақтым деп айта аламын, емін-еркін. Өйткені бұл жерде жаңағы Жанна деген бір бұрыннан тұрып отырған бір қыз, сол маған көмек берді. Соның басынан ақырындап жинала бастадық. Ол кезде Мәдина Мұхтарлар Лондонда жүрген, олар да келіп қосып, енді мына организация деген бұл ұйымдастыру, соны ары қарай жүргізудің өзіне өте қиын бұл жерде. Өйткені
адамдарды, жастарды шақыру қиындау болады. Ол бір ойлайды, бір пикник сияқты келе салады да, шетті жейді да, тамақтарын алып кетіп қалады. Американецтер солай праздник етеді. Бізде ондай болмау керек. Бізде жаңа ұлттық көрсете білуіміз керек. Бір-бірімізбен танысып, көрісіп, араласып. Америка үлкен ғой, жан-жақтан. Мысалы, біздің Орландоға Майамиден келеді, Тампадан келеді, бәр жақтан. KBS қай жақтан десең де Наурыз деп жазсаң, елдің бәрі жиналып кетеді. Енді ол Наурыз болғаннан кейін біздің тек киімімізді ғана киіп жылтырап шығу емес, сол жерде біз қыз ұзату жасаймыз, өзің білесің, тұсаукесер жасаймыз, көже жасаймыз, бала, мысалы, бүткіл нені қазақ үйінің не екенін көрсетіп жүрміз өзімізде бірге. Саған көп рахмет, айналамызда жүрген біздің өзіміз, мен өз басым соны таратып, жұмыстан келсем де келіп ою өрнектерімді. Мысалы, мен үйімде осы үйде осылай қазақтың киімдері, осындай қазақтың көрпе жастығын өзім қолыммен тіккен. Әлі де болса, болашақта жастарды жинап, әлі күнге мысалы қазақ киімдерін мен жалға бере тұрам, жан-жақтан звондап менен сұрайды. Сау келе дейсің ба, бас киім дейсің ба, жан-жаққа сатып та үлгерген, мен аңда барлығы өздерінің ұсын, бірақ менің уақытым жоқ. Бір екіншіден бізде Америкада материал өте қымбат. Табу да қымбат, ою өрнекті табу да қиын, бәрі Қазақстаннан келеді. Оның бұл жақта әр адамдар заказ берген кезде, мысалы, тұсаукесер кезде, пляшар кезде менен кішкентай балалардың киімдерін сұрайды. Сол кезде ол бәрі Қазақстаннан жеткенше, мысалы, әр адамдар біздің Қазақстанға барғанда, енді қазір қарасаңыз, сізде Қазақстанда бәрі дамып келмек болып жатыр, сондықтан бізде солардан қалыспай өзіміздің, мысалы, өз басым американецтердің басқа жынды туған күн, басқа шетел азаматтарында мен ешқашанда шортмен, футболкамен бармаймын. Мен өзімді солидный қылып, өзімнің қандай қазақ екенімді көрсетіп киініп барамын. Бұл жерде білесің ғой, Америка адамдар өйтіп әрқашанда солидный киіп жүрмейді. Праздниктерде ғана жүруі мүмкін. Сондықтан біз өзімнің қазақ екенім. Үйге келсем де, мысалы, жеті нанды не үшін пісіресің, мен бір айналсам да бір жұма күні жеті нанды пісіріп көршілеріме таратып жіберемін деген сияқты. Анда-санда жан-жақтан келген қазақтарды өстіп дастарханға шай ішіп бірігіп, осы уақытқа шейін сол Наурыз арқылы танысқан жолдастармен әлі жолдас болып келе жатырмыз. Жаңадан келгендер, әлі білмей жүрген, елді сағынып жүрген қазақтар. Өткенде Майамиде 60 жастық мерейтойға барған кезде, Света екеуміз таза қазақтың киімін киіп бардық. Сол кезде бір Атыраудың қызы, Ая деген қыздың күйеуі Порто-Рикан қазақтың шапанын киіп келді ғой. Шапанын керемет сөйерде билеп жүрді. Сонда енді біз ақылдасқан сияқты, олар көрді біздің қандай киім киіп жатқан, өзінің барын киіп шықты. Бар жақтағы басқа ұлт. Сол жерде тұрған біздің қазақтың адамдарымыз ой риза болып, ой қандай керемет, тойымызды жарқыратып жердіңіздер деп. Рахмет, Динара, айналайын. Болашақта мен жастарға айтатыным, ең керекті осы Америка құрама штатына келген жаңа жастар өздерінің ұлтының мәдениетін сыйлай білсін, өздерін көрсете білсін. Ең керектісі. Біз ешкім емес, біз бұл жақта, біз уақытта жүрген адамдармыз. Бірақ өзіміздің ұлтымызды, балаға деген сыйымыз, анаға деген сыйды. Енді сенің балаларың өсіп келеді, менің балаларым бәрі Америкада өсіп жатқан кезде, у них менталитеттері көп. Біздің менталитетіміз басқа. Бірақ та сол үшін анаға сөз қайтаруға болмайды деген сияқты. Бірақ қазақтың қаны. Сондықтан да келе жатқан жастарға айтатыным, болашақта өсіп келе жатқан ең керектісі өзіңді қандай болсаң, өзіңнің ұлтыңның, салтыңның, сенің адамгершілігің, сенің пәктілігің, сенің жақсы дүниеге қазақ деген жүрегіңді бала-шағаңа түсіндіре білу керек, айту керек. Сонда сыртта келген кезде, мысалы Америкаға келген кезде, мен қазақша жас қыздармен сөйлесем, я орысша да білмеймін, я қазақша да білмеймін, мен только на английский говорю деді. Сол кезде мен ол кезде не ойладым ол баланың, сондай тәрбие алған әке-шешесін кінәлі жасадым. Өйткені әке-шешесі оған ондай тәрбие берген жоқ. Сен Америкаға келе салып, сразу бүткін ұмытып кетуге болмайды ғой. Ол енді әке-шешеге деген әке-шешесінің тәрбиесін төмендетіп тұрған деп есептейді. Сонда мысалы сенің балаларың кезінде, менің балаларым, біз оны үйретеміз. Американцда ондай жоқ. Hello дейді де кіріп қалады. Қол беріп, салам алейкум, менің балаларымды үйретемін, салам алейкум. Мұсылмандардың бәрі мен салам алейкум деп амандасады деп, Рамадан уақытысы деп, өздерін мақтан етеді, туын көрсетіп, біз Қазақстан туылғанбыз, біз өзіміз американец болсақ та Қазақстанда туылғанбыз деп мақтан ете алады. Ең керектісі өздеріңді сыйлай біліңдер, балаларыңа қазақ дегеннің кеудесінде
қазақ деген қаны барды, соны үйрете біліп, түсіндіре білу керек. Ең керектісі сол. Сонда бізде бірлік болады, тірлік болады, мәдениетіміз жоғалмайды. келе ғой, шай ішіп ал. Иә, ішіп отырмын. Рахмет. Бар. Тәте, енді сізге енді соңғы сұрағым деген сізді қайтты мазаламай қояйын. Сұрақтарыммен жалпы осы Қазақстанның мәдениетінде не өзгерсе деп ойлайсыз? Сіздің ойыңыз? Өте күшті сұрақ екен. Тереңірек кішкене. Тереңірек күшті сұрақ екен. О, жаным, сол. Әрине көп нәрсе көкейде. Енді мен қазақ азаматы ретінде, сіздер енді мынау басқа елде тұрып жатқаннан кейін көп нәрседен бейхабар шығарсыздар, бір жерін білсеңіздер, бір жерін білмей жатасыңыздар. Бірақ енді бағанада бір сөзімді айтып кеттім ғой, елбасы жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаев бастап біздің елдегі мықты кемеңгер азаматтар бүгінгі таңда өздері өзгеріп жатыр. Анау жоғарыдан бері қарай өздері өзгеріп, өздері осы біздің ұлттық құндылығымызды жоғарғы дәрежеге көтеріп жатыр. Енді 100%-ке жетпесек те 80%-ке жететіндей еңбек сіңіріп жатыр. Ақын жазушыларымыз, кейінгі ұрпақ өзінің дәстүрін, салтын, жаңағы қанға сіңген қасиетін ұмытып кетпесін деген мақсатта үлкен жұмыс жүргізіп жатыр. И соны біздің жастар қабылдап та үлгеріп жатыр. Өте жақсы. Қазір бүгінгі таңда жастарымыз біз бір ғана киіммен емес, біз өзіміздің жаңағы айтып жатырмын ғой, киім киіп жүрісімізбен де, сөйлеген сөзімізбен де, айтқан әңгімемізбен де, мына балаларымызға мысалы ақын жазушылардың жасаған шығармаларын ұмыттырмай естеріне салып отыруымыз керек. Ақын жазушылар, анау кездегі ақын жазушылар қаншама әдемі шығармаларды бізге жеткізді, біз соны балаларға да жеткізе білуіміз керек. Соныменен балаларымызды сусындатуымыз керек. Соны жоғарғы жақтағы үлкен басшыларымыз бастап соны қолға алып отыр. Енді менің де көкейімдегі ойым ұлттық құндылығымыз ұмытылмас екен. Ұлттық құндылығымызды кез келген қазақ азаматы қолға алса екен. Сол жаңғырса екен деген ниеттемін. Жаңғырып та жатыр. Сол енді баяғы кездегідей бұрынғы ата-бабамыздың жасаған сара жолындағыдай әдемі бір қалыпқа келсе екен деген арман бар. Иә, қазақ оянып жатыр деген сияқты ғой. Өте жақсы оянып жатыр. Сосын менің өзімнің жалпы білуім бойынша, өзім қазақ тілді контентті көп қарайды екенмін. Орыс тілді контентке қарағанда YouTube-тан болмасын, басқа жерден болмасын, қазақ тілдің контенті көбірек болып жатқанына қуаныштымын. Сондықтан рахмет сіздерге өстіп уақыттарыңызды бөлгеніңіз үшін. Рахмет, Динаражан, тағы да саған айналайын. Зеттілік жасап, үлкен кісіге деген құрметіңді көрсетіп келіп, бізбен сырласып, әңгімелесіп, көкейіңде жүрген біраз сұрақтарыңа жауап алып жатқаныңа өте қуанып отырмын жаным. Әрбір қазақ азаматы шетелде жүрген дәл сендей болса, жарығым сол. Біздің де Құдайға шүкір қуанышымыз мол дегім келеді. Я шыныменен байқағаным, мынау Арланды қаласында біздің қазақ азаматтары, қазақ елінің азаматтары, басқа қаншама ұлттар, мен осы араласып шәугім шайдың ортасында болып жүрген кезінде қандай ұлт жоқ орталарыңда, солардың барлығы осы қыздың қазақ азаматтары бастап, жаңа Мұхтар, Динара, осы Мерахандар, өзің бастап деген сияқты. Сол сендердің бір ауыз сөздеріңе ұйып, сендердің айтқандарыңды тыңдап, қазақ елінің дәстүрін, салтын жалғастырып жатқанына көзім жетті. Мен соған қуандым. Сондықтан жандарым, қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар, бала-шағаларыңның қызығын көріңдер, еліңді, жеріңді сағынған сайын жақсы іс-әрекеттер жасап, той томалақты атқарып, қазағымыздың салт дәстүрін, әдет ғұрыптарын, әсіресе мына ақын жазушылардың шығармаларын мүмкіндігінше балаларыңның қолынан келмесе өздерің айтып, әндеріңді шырқап қазақша сөйтіп жүріңдер. енді мынау келе жатқан алдымызда күтіп отырған 30 күн оразамыз қабыл болсын. Оны да естіп жатырмын, ораза ұстайтын едік, ораза ұстаймыз, скоро оразамыз келе жатыр деген жастардың аузынан естіп қуанып қалдым.
жақсылықтарың көп болсын, бала шағаларың аман болсын, ел жұртымыз аман болсын, мына жақта сендер аман болыңдар, анау жақта қазақ елі аман болсын. Енді сендерге аманат, ұлттық құндылығымызды ары қарай жалғастырып қолға алады деген сенімдемін. Рахмет айтқаныңыз келсін. Жалпы біздің кішігірім интервью осымен тамамдалды. Алдыға келе жатқан Рамазан айы құтты болсын және Наурыз айы болсын. Осындай керемет апаларымыз, Мейрамхан, Сәбитхан тәтелеріміз аман болсын. Осы каналды қараңыздар. Тілден кішкене айтқылары кетсе ренжімеңіздер. Осы кешірім өтінеміз. Stay in touchқа қосылыңыздар. Қазақша контент, орысша контент, ағылшынша контент жасаймын. Рахмет, келесі кездескенше.